Бүгінгі сабақта біз жақында ашылған құжаттардың тізімімен жақынырақ танысамыз. Microsoft Word бағдарламасын жүктеген кезде бізге таныс интерфейс. Осы жерде біз жақында ашылған құжаттар тізімін көреміз. Олар соңғы және бекітілген болып бөлінеді. Яғни соңғылардың ішінде біз соңғы қандай құжаттарды аштық, солар ашылады. Ал бекітілгендердің ішінде бізде әлі олар жоқ. Белгілі бір құжаттарды бекітіп қойып, яғни оларды жиі ашатын, жиі қолданатын болсаңыз, бекітіп қойып, бірден осы жерден тауып ала аласыз. Қандай да бір себептермен сізге осы жердегі бір файлды осы тізімде көрсетілмегенін қаласаңыз, оны өшіріп тастай аласыз. Яғни шатастырып алмау керек. Тізімнен өшіру бөлімі бар, және де файлды өшіру бөлімі бар. Егер файлды өшірсеңіз, сіз бірден өзіңіздің компьютеріңізден файлды өшіріп тастайсыз. Ал тізімнен өшіргіңіз келсе, ол тек қана осы көрсетілген тізімнен жойылады, бірақ компьютеріңізде сақталып қалады. Дәл солай сіз жаңағы бекітілген тізімге осы белгілі бір құжатты жібере аласыз. Енді ол бекітілген құжаттардың ішінде орналасады. Одан бөлек аша аламыз, немесе бірден осы файлдың көшірмесін жасап, көшірмесін аша аламыз. Немесе осы файлдың орналасқан жолын алмасу буферіне тастай аламыз. Және де бекітілгендер тізімінен алып тастай аламыз. Осымен біздің сабақ аяқталды. Ақпарат түсінікті болса, келесі сабаққа көше беріңіз.